Қазір сіздердің көздерінше мына 10 USDT-ді шығаратын боламыз. Және де біздің счетымызға түсе ме, түспей ме, табысымызды аламыз жоқ па, қазір бірге көретін боламыз. Бүгінгі бейнероликта сіздерге интернеттен салымсыз түрде немесе салымды түрде қалай ақша табуға болатынын көрсетемін. Мына проектті көрсетпестен бұрын, Коботты көрсетпестен бұрын сіздерге мына видеода AES Finance деген проект жайлы көрсеткен болатын. Және де бұл жақта мен 50 USDT депозитқа құйған болатымын. Енді қараңыздар, счетымызға кіріп көрсе, результаты қалай болды, сіздерге соны айтып кетейін. Яғни кіреміз, міне 50 USDT құйған, актив депозитте тұрған, потом мен 62-де 50 USDT шығардым. Бұл жақта таза прибыль $12.50 болды. 2 күн ішінде осы қайтан обратно шығардым. Яғни тағы бір дәлелін көрсетіп кетейін. Мына операция кіртсек, соңғы рет $8.75 шығарғам. Одан кейін пополнение, withdraw $13.75 шығарғам. Пополнение, тағы да төменсек. Екінші страница жай көре салайық. Ладно, жарайды достар, мені қараңыздар. Бана шығарған 8.75 USDT мені келіп түскен. Одан кейін мені 13.75 USDT келіп түскен. И мені 6.25 USDT. 12 USDT тоже осыныкі. Яғни достар, бұл жақта расыменде окупаймыстан бөлек өзіміздің плюсқа шықтық. И біз 2 күнде таза доход $12.50-ге жеттік. Мына проекті тура сондай, қазір мына проектке кірмей қойыңыздар, бұл проект уже істемей қалды. Сондықтан бірінші, екінші күндері кіріп, 2 күнде өзіңіздің таза прибыліңізді алып үлгерсеңіз болады. Коботта тоже ашылғаны недавно, поэтому қазір сәтте кірсеңіз, мүмкін 2 күнде, бұл жақта тоже окупаймыз 2 күн. Сіздер кіресіздер, мысалы, определен сумма құясыздар, құйғаннан кейін, 2 күннен кейін прибыль үстінен уже көріп, шығарып алатын боласыздар. Мен бұл жаққа инвестиция ретінде 50 USDT құйдым. И қазір сәтте бұл жақта тоже сағат сайын профит жүріп отырады. Яғни 1 сағатта маған $1 түсіп отыр. И получается мен қазір 10 сағат ішінде 10 USDT жиналды. Мен қазір выводқа шығарып қойын. Выводты қалай жасау керектігін көрсетіп кетейін. Withdraw деген басамын. Бұл жақта регистрациясы өте оңай. Кіресіздер, регистрация, яғни өзі логин, пароль жазасыз, кіресіз. Так, мына жақта USDT таңдаймын, сумманы жазам. Қандай адрес кошелекқа кетеді десеңіздер, бірінші бұл жақта сіздер адрес кошелек сохранить етіп қою керексіздер. Оны қазір қалай сохранить ету керектігін тоже көрсетемін. Так, settings кешірім сұраймын. Сеттингқа кіреміз и wallet-тен кірсеңіздер, мына жақта сіз өзіңіз адрес кошелегін сохранить ету керексіз. Teaser 320 осы сохранить етесіз. Web 20 емес, 320 сохранить етіңіздер и save wallet дегенді басасыздар. Табыс деген, яғни withdraw. Табыс дегенде 10 USDT тұр, и withdraw дегенде 10 USDT тұр. Яғни біз сәтті шығардық 50 USDT-ді, және де оны көру үшін мен қазір ғана страницаны обновить еттім. Мына уақытты көрсетіп кетейін, сағат 15:00 и мына детальді кіреміз. Мына таза 10 USDT сағат 14:59-да түскен болатын. Бірінші выводымыз түсті. Яғни бұл жақта мен 2 күн ішінде 75-72 USDT шығарамын. Қазір оны нақтырақ білу үшін депозитқа кіреміз. No депозит. Егер де сіздер депозит құятын болсаңыздар, онда no депозит деген таңдайсыздар. Одан кейін бұл жақта план 1, план 2 бар. Сіздерге ұсынатын план 1. План 1-де сіздер мысалы минимальный пополнение бұл жақта 20 USDT тұрады. 20 USDT құясыз, одан кейін сіздерге профит бұл жақта 44%. Яғни калькуляторды ашамыз. 20 USDT-ді көбейтеміз 44-ке и процент қоямыз. И получается сіздер таза прибыль $8.80 аласыз. Мен мысалы бұл жерде $50 құйдым и сағат сайын $1 түсіп отыр. Получается мен 72 сағатта $72 алам и таза прибыль менде бұл жақта 22 USDT болады. Ол примерно 10-11 мың теңге болады. Яғни 72 сағатта дым істемей табысқа жетемін. Бұл инвестиция арқылы табатын жол. Ал салымсыз түрде қалай табамыз десеңдер, әрине бұл жақта партнерский программа. Яғни сіздер адамдар шақырасыздар, адамдар шақырып олар пополнение жасағаннан кейін соның профиті сіздерге доход ретінде түсетін болады. Және бұл жақта история кіріп көре аласыздар, жалпы не болып жатыр. Мысалы, withdraw 10 USDT шығардым, пополнение сағат сайын 12:41-де мен бұл жақта 50 USDT құйдым. Мына ең бірінші құйғаным түнгі 2:41, баяқта сағат мен 12:41-де құйғам. И кетті. 41-де $1, келесі сағатта $1 түсіп отырды сағат сайын, и мен $10 жиналды, и шешіп алдым.
любой уақытта сіздер шеше аласыз. Оның да результатын келесі бейнероликте сіздерге көрсететін боламын. Толықтай ақшамды шығара алдым ба, шығара алмадым ба, сондықтан міндетті түрде арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірақ та мына проект менде сәтті өтті. Екінші курсқа кірмеймін, өйткені бұл проект уже жабылып қалды. Сіздермен мен болған Апок, келесі көріскенше.